басқа да бабаларымыздың көп айтқан сөздері бар ғой, қиямет белгілерінің ішінде. Сол кезде сілкінген жер болады, зіркілдеген келін болады деген сияқты сөздердің бәрі өте көп, бізге ол бар. Бірақ енді оны ақыр заманның белгісі деп елді шошыта бергенше, мүмкін осы нәрседен тәлім жинап, ары қарай бір бірлесудің бір жолын іздегеніміз дұрыс шығар. Қорқыта беріп, енді ақыр заман белгісі болады екен, бопты енді, білдік енді. Оны не шықты енді? Енді ары қарай халықты жұмылдырып, бірлестіріп, сондай үлкен алпауыт бүкіл әлемді киіндірген мемлекет бұл Түркия. Әлемді киіндірген. Осы киіндірген мемлекет өзі жалаңаш қалды кеше, бірінші, екінші күні. Киім апарғанымыз белгілі ғой біздің. Киім күндері керек болмай қалды, дұрыс. Бірақ бірінші кезде сондай мемлекет сонда қиыншылыққа тап болса, онда біз не істейміз? Бізге келіп қалса бұл жағдай. Сол кезде біздің бірлігіміз сыналатын уақыттарда, сол үшін бұндай нәрсемен елді үркіте бермей, қайта жаңағы жаманшылық айтпай жақсы жоқ деп, мүмкін осы нәрседен біз тәлім алып өзгеруіміз керек шығар.